Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, сәлем, қалайсыңдар, денсаулықтарың жақсы ма? Отбасыларың қалай? Жарық. Біз видеоны бастайық. Мен енді осы заказ 24-інде заказ беріп тастадым. Бір новойдан наушник, қазір құлағымда тұр. Біраз осы наушник жақсы, керемет. Енді оның несі сенсоры бар түрі. Отпечаток сияқты басып отырасың, телефон звондағанда басып жібересің да. Осы наушник. Қазір мен сендерге сол наушник көрсетейін. Ең бірінші наушник алғам, қазір сендерге соны көрсетемін. Видеоларды тамашалап көріңіздер, лайк басасыздар, комментарий жазып кетіңіздер. И YouTube каналға подписаться етіп қойыңдар. Менің видеомдарын көріп тамашалап көріңіздер. Алыстан кетіп қалмаңыздар. Құрметті, мына 3 наушник, Bluetooth наушникте тұр мына жерде. Мына ең бірінші алған наушнигі мынау, содан кейін мынау, новойдан шыққан міне наушник. Мен сендерге соны көрсетеміз. Мына наушник тоже Bluetooth. Несі наушнигі бір качественно мықты, оның жақсы, керемет. Музыка жақсы ойнайды, адаммен сөйлесуге болады. Хоко деген наушник. Енді мынандай да тоже бар. Ақ түрі. Олда да Хоко жақсы. Қанша болса, китайский болса да, ол наушник жақсы сөйлесуге де болады. Манаға музыка тыңдай аласың, адаммен сөйлесе аласың, WhatsApp болсын, любой звонок болсын, любой сөйлесе аласыңдар да. И TikTokта отырып, манаға дауыстарын естіп, сөйлесе аласыңдар. Енді мына наушник біздің қазір енді 2024-те шыққан новойдан хит болып жатыр. Олда да Хоко, қазір жазылып тұрады мына жерінде. Жоқ, мына неде, мынаның ішінде тұр, міне сыртында тұр. Хоко деген. Наушниктің аты сондай, жақсы. Несі зарядкасы әрі тұр, 60% бары. Мана отырғызып зарядка алып жатыр. О да жақсы наушник, керемет. Енді сендер қайсыны манаға жақсы наушникті қолдап, бағаларын қойып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазір сол видеоны жалғасамыз. Ал давайте баға беріңіздер. Мына наушникке ма, мына наушник ма, мына наушник ма, ал баға қойыңыздар. Негізі мына наушниктің қайсы жақсы өздерін таңдайсыңдар. Еле біріншісі ма, екіншісі ма, үшіншісі ма, соны таңдап көріңіздер. Қазір мен оны мына осының суреттерін фотоға түсіріп, экранға шығарып қоямын. Экранда көріңіздер, қайсыны таңдадыңыздар. Негізі мен примерлі мына жерде біраз жазып тұр. Менің қазір ол да китайский. Оның жерде несі оригинал деп тұр. Енді ондай болады, наушник деп тұр. Біраз мынау зарядкасы енді бір 8 сағат, 6 сағатқа жетеді. 6 сағат деп тұр. 10 сағат деп тұр, оның ішінде музыка байланысты. Так, енді мынау наушникті 6 сағат деп тұр. Мына да солай ойымша 6 сағат сияқты. Енді мына наушник бізде 7 сағат дейді, а бұлай 35 сағат жасайды екен жұмыс. Так, енді бізде мына құлаққа, мына наушник құлаққа күшті, ыңғайсы, бейді отырасыңдар, тағы отырасыңдар да. Бұлай музыка тыңдайсың, любой адам. Сосын екінші наушник бар, міне екінші наушник бар ішінде. Олда да музыка тыңдай аласың. Екі құлаққа киіп алып тыңдауға болады. Өзің білесіңдер, біреуін тағасың ба, екіншісі тағасың ба, өздерің білесіңдер да. Бізде мына наушник битті құлаққа салып тыңдай аласыңдар. Музыка салып, музыка жүріп жатады да. Сосын мына қара наушникте сондай битіп отырасыңдар да, наушник салып жүре бересіңдер. Енді примерде мына дауысы керемет, качественно бар. Мен мынаған качественно мықты, мощный. Қазір новойдан шыққан 2024 жылда. Мыналар енді 2003 ба, 2023 бұл сияқты. 2023 екеуде солай сияқты. Примерно айтайын да.
мынау 2024 деп. Енді бұйыртса 2025 жылы шығады екен. Енді Алла қаласа, енді қытайлар өзі шығарады екен. Енді біз қазір тағы да видео түсіріп, тағы да сіздерге көрсетейін.